Президент ұсынған саяси реформалар тереңін айтсақ, бұл мемлекеттің құрылысты нығайтудың жаңа тарихи кезеңі. Әрі халық үніне құлақ асатын мемлекет ұстанымының айқын көрінісі. Қасым-Жомарт Кемелұлы мемлекеттік аппараттың бюрократияға салынбай, осындай күрделі кезеңде жауапкершілік ала отырып, тиісті шешімдерді уақытылы қабылдауға ерекше назар аударды. Мұны үкімет мүшелері мен әрбір мемлекеттік қызметкер басшылыққа алуы тиіс. Айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 3,5%-ке дейін артты. Тұрақты экономикалық өсімнің драйвері нақты сектор болды. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 4,7%-ке, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 3,9%-ке өсті. Қазіргідей күрделі кезеңде экономиканың өсу қарқынын сақтай отырып, әрі қарай жеделдету аса маңызды міндет. Халықтың табысын арттыру, жұмыс орындарын құру және экономиканы әртараптандыру жұмыстарын барынша күшейту қажет.